Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жұмсақ сүзбелі десерттің рецебін көрсеткім келеді. Өте оңай, дәмді болып шығатын жұмсақ сүзбелі десерт. Жасап көрсеңіздер болады. Бізге 10% клегей, сүзбелі ірімшік, татымына қарай қант, пектин немесе желатин қолдансаңыздар болады. Ванильді қант керек болады. Ең алдымен ыдысымызға клегейімізді құйып, оның үстіне татымына қарай 3 ас қасықтай қант қостым. Одан кейін пектинді қосып, араластырып, ванильді қантты қосасыздар да плитаның үстіне қызартып, қайнатпай қызартып, кішкене қойып аламыз. Плитамызға қойғаннан кейін осылай араластырып отыру керек. Одан кейін плитадан түсіргеннен кейін мен осындай ситадан өткізіп алдым. Себебі ішінде жаңағы біркелкі масса болу үшін осылай ситадан өткізіп аламыз. Осы массамыздың үстіне сүзбелі ірімшікті қасықпен қоса отырып, венчикпен араластырып дайындаймыз. Дайын болған массаны креманкаларымызға немесе менде осындай стакан түрі, солар стакандарымызға салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа суық жерге қойып қоямыз. Өте оңай әрі жеңіл жасалатын десерттің түрі болып саналады. Балаларға да, үлкендерге де ұнайды. Жасап көрсеңіздер болады.